Асқабақ құрамында В тобының дәрумендері мол, ағзаны тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады, несеп жолдары ауруларын алдын алуға да көмектеседі. Асқабақты қыс айларында жиі пайдалану керек, себебі ол ағзаға күш-қуат береді. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттардан арылуға көмектеседі. Дәні ер адамдардың денсаулығы үшін өте пайдалы. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін қолданылады. Шырын құрамында темір, калий, кальций өте көп. Ол қаназдыққа керемет ем. Көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырыны ұсынылады. Мырыш есте сақтау қабілетін арттырады, мидың қызметін реттейді. К дәрумендер тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді. Артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеу ұсынылады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал, өйткені асқабақ ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Сау болыңыздар.